Сәлем, мен болашақ миллионерлерім, сәлем менің YouTube арнамның көрермендері. Сіздермен әдеттегідей Сәкен Сабина ханым 8 жылдық тәжірибесі бар практик тендерщик. Бүгін біз өте қызықты тақырып талқылаймыз. Тендерді қанша қаражатпен бастауға болады? Тендерден пайда тапқанда мен қанша қаражатпен бастауым керек деген маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Сондықтан да бүгін осыны талқылайтын. Көп адамдар ойлайды, тендерден пайда табуды бастау үшін мен қалтамда кем дегенде бірнеше миллион болу керек дейді. Шынымды айтамын, мен де кезінде солай ойлайтынмын. Бірақ әрине тендерден пайда табуды 0 теңгемен бастауға болмайды. Мен әрқашанда айтамын, тендерден пайда табуды қалтаңызда кем дегенде 50 000 теңге болса, мархабат. Егер де сіз тендерлік бизнеске алғашқы қадамдарыңызды жасап жатсаңыздар, онда менің сізге беретін кеңесім бірден ірі тендерлерге қатыспаңыздар. Step by step. Қадам қадамменен. Мәселен, мысал ретінде адам, егер де пілді жегіңіз келсе, сіз пілді бірден жеп қоймайсыз ғой. Сіздің қарныңызға ол піл сыймайды. Бірақ егер де пілдің етін күнделікті кесіп, қуырып жеп отырсаңыз, әрине бір уақыт өте келе сіз пілдің етін толық жеп қоясыздар. Егер де сіз тендерге алғашқы қадамыңызды жасасаңыздар, сіздің қалтаңызда 50 000 теңгеңіз болса, демек кішігірім тендерлерге қатыссаңыздар болады. Себебі тендер бұл ойыншығы емес. Тендер үлкен жауапкершілікті қажет ететін кәсіп, сала десем де болады. Бұл жерде біріншіден жауапкершілік болу керек, екіншіден қаржылық сауаттылық болу керек, үшіншіден құқықтық сауаттылық болу қажет. Себебі тендерде өзінің құжаттары болады. Сіз практика жүзінде бұл тендерлік механизм қалай жұмыс істейді? Мәселен, тендерге заявка беріп, ұтқаннан бастап оны жеткізгенге дейін және заказчиктен ақша алғанға дейін бұл механизм қалай жұмыс істейді? Практика жүзінде көрем десеңіздер, онда әрине кішігірім тендерге қатысыңыз. Біріншіден, бұл жақта риск дейміз ғой, тәуекел мүлдем жоқ десе де болады. 10 000-дық тендерде сіз ешқандай бір ірі сумаға минусқа кіріп кетпейсіздер. Жай ғана тәжірибе ретінде қатысып көріңіз. Содан кейін практика жүзінде бұл тендерді орындағаннан кейін одан ірі тендерге қатысуға болады. Сондықтан да 50 000 теңге бұл негізі тендерлік алаңдарда жұмыс істеу үшін, бастау үшін жеткілікті сома. Бірақ егер де сіз ірі тендерге қатысам десеңіздер, болмаса менің қаражатым одан да көп десеңіздер, мархабат. Ешқандай шек жоқ. Тендерлер 1 теңгеден басталады, және де шексіз сомаға дейін миллиард, жаңағыдай бірнеше миллиард деген сумаларға дейінгі жарияланады. Кез келген товар сатып алынады, жұмыстар сатып алынады, қызметтер сатып алынады. Тек қана таңдау жасай білу керек. Қаржылық сауаттылық болу керек, құқықтық сауаттылық болу керек. Және де әрине әрекет жасау керек. Ал егер де сізге бұл видео ұнаған жағдайда біздің арнамызға жазылып қойыңыз, колокольчикке басып қойыңыз. Себебі келесі видеоларды сіз бірінші болып көресіздер. Егер де сізде қандай да бір сұрақтарыңыз қалған болса, онда видеоның астындағы комментарийге сұрақтарыңызды жазып кетіңіз. Мүмкін келесі видеода мен сіздің сұрағыңызға жауап беретін боламын. Әрекетке берекет. Әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі берекет, достар.